Сәлем балалар, бүгін математика 24-ші сабақ. Бүгінгі сабақта біз фигуралар, нүкте, сызықтарды өтеміз, яғни геометриялық фигуралармен танысамыз. Ендеше суретке мұқият қарап, осыны естеріңізде сақтап алыңыздар. Бірінші суретте өздеріңіз көріп тұрғандай нүктелер көрсетілген, әр жерде бір нүкте қойған, бұл нүктелер деп аталады. Ал екінші тұрған мінекей карандашпен бір ғана сызық сызып қойыпты, бұл түзу сызық деп аталады. Екінші суретте қисық сызықтар тұйықталған, тұйықталмаған болып екіге бөлінеді. Тұйықталған қисық сызық мінекей бір-біріне қосылып тұр, қосылып кетеді екен. Ал тұйықталмаған қисық сызық қосылмайды. Яғни аяғы жоқ, басынан басталады да осылай аяқталады. Аяғы жоқ, ешқандай жермен қосылмайды. Осы тұйықталмаған қисық сызық болып саналады. Келесі сынық сызықтар. Сынық сызықтарда тұйықталған, тұйықталмаған болып бөлінеді. Тұйықталған сынық сызық ол да жаңағы да қосылады. Бірақ бұл сызықтар тігінен, яғни түзу болып сызылады және бір-біріне қосылады. Ал тұйықталмаған сынық сызықтар түзу болып сызылады, бірақ бір-біріне қосылмайды, яғни аяғы жоқ. Осылай аяқталған сызық тұйықталмаған сынық сызық деп аталады. Келесі тапсырма, бірінші қағаз бен қарындаш ал, әр түрлі сызықтар жүргіз, оларды ата. Ендеше жүргізейік, мінекей. Мынау тұрған нелер? Нүктелер. Мынау түзу сызық. Мынау бізде тұйықталған қисық сызық. Мынау тұйықталмаған қисық сызық. Ирелең етіп майысып тұрған. Енді тұйықталған сынық сызықты сызатын болсақ, мына осылай сызсақ болады. Бұл тұйықталған сынық сызық. Тұйықталмаған болса, мінекей. Мынау тұйықталмаған сынық сызық, яғни бір-бірімен мына екі жері қосылған жоқ. Сол себепті бұл тұйықталмаған болады. Мынада екі жері қосылса, басы мен аяғы, бұл тұйықталған сынық сызық болады. Дәл сол сияқты қисық сызықта, қисық өзі айтып тұр мінекей, қисық болып неткен. Бұл тұйықталмаған, ал осылай болып кейінеген бір-біріне қосылып кетсе, бұл тұйықталған болып табылады. Екінші тапсырма, суретте көрсетілгендей тор көз парақтың бетіне нүктелер қой, оларды сызып қосқандай фигуралар шықты. Ендеше бізде бірінші суретте 4 нүкте тұр, соларды бір-біріне қосып көрейік. Мінекей, бірінші осындай 4 нүкте тұрды, енді соларды бір-біріне қоссақ, кішкене менгі қисықта көрсетіп, қандай фигура шықты? Бізде 4 бұрыш, яғни шаршы шықты, Енді келесінде бізде осында 3 нүкте көрсетіп тұр. Қандай фигура шықты? 3 бұрыш шықты. Яғни, мына жерде, мына 4 нүктені бір-біріне қоссақ 4 бұрыш, яғни шаршы шығады. Мына 3 нүктені бір-біріне қоссақ, бізде 3 бұрыш шығады. Осылай. Үшінші тапсырма. Фигуралар қораптарға қандай белгілер бойынша орналасқан? Мінекей, мына геометриялық фигураларға қарайық және қораптарға қарайық. Бірінші қорапта қандай фигуралар? Бірінші қорапта бізде 3 бұрыштар. Көк, қызыл, сары түсті 3 бұрыштар көрсетілген, Ал екінші қорапта бізде дөңгелек, шаршы және 6 бұрыш көрсетілген. Барлығы көк түсті. Сонда не байқадыңыздар? Яғни бірінші қорапта тек қана 3 бұрыштар бойынша орналастырылған, ал екінші қорапта тек қана көк түсті геометриялық фигуралар, яғни түсі бойынша орналастырылған екен. Мінекей осындай белгілер арқылы екі қорапқа фигураларды салған. Төртінші тапсырма, тиісті фигураны тап. Бірінші суретке қарайық. Бізде бірінші суретте қызыл түске мән берейікші. Қызыл түсте не көріп тұрмыз? Шаршы, 3 бұрыш және дөңгелек. Дәл осылай жасыл түске қарасақ, шаршы, 3 бұрыш, дөңгелек. Енді мынау күлгін түске қарасақ, бізде шаршы,
үш дөңгелек. Енді мына жерге не жетіспейді? Мына жерге мынау күлгін үшбұрыш жетіспейді. Тиісті фигура мынау күлгін үшбұрыш болып табылады. Келесі екінші суретке қарасақ, жасыл түске мән берейікші. Жасыл дөңгелек, шаршы, үшбұрыш бар. Күлгін түстен шаршы, үшбұрыш, дөңгелек бар. Қызыл түстен шаршы, үшбұрыш. Мына жерге не жетіспейді? Мына жерге дөңгелек жетіспейді. Сонда мына жерге тиісті фигура мына қызыл түсті дөңгелек болып табылады. Мінекей бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.